бәріңе сәлем достар, сіздермен Вирсус. Бүгін біз Бекуштың Бравл аккаунтына обзор түсіретін боламыз. Видео бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Мен Бравл Старста өзімнің клубын ашқан болатынмын, Team Versus деген. Сол клубқа кіретін болсаңыздар, описаниеде ссылкасын қалдырамын. Қызықты мини ойындар мен челлендждер түсіретін боламын. Сіздерді осы клубта күтемін. Ал біз бастаймыз. Біз осындай маленький трофейный ящик күтіп тұр. Бұл енді Бекош көп ойнамай кеткен секілді. Біз бүгін бәрін ашатын боламыз. Бізге осындай скин түсті, чакқа адский чак деген. Біз тағы да тегін заттар қарай береміз. Бізде маленький ящик тағы да беріп жатыр. Осыны ашып жіберек. Бізде Старблок тұрып соны ашамыз. Міне ящиктегі ашамыз. Үстінде нишат 3 предмет. Бізге мынандай кірметтің атты Сиф Мелоди деген. Бізге осындай скин түсті. Тағы да беріп жатыр екен. Оларды да ашып жіберейік. Маленький трофейный ящик. Енді көп ойнамаған секілді бұған қарасақ. Ашамыз. Мінекей. Бізге міне Фрэнкиға осындай пляжный Фрэнк деген скин түсті достар. Мінекей тағы да ашамыз. Бұл жерде де 2 предмет. Перлға скин. Винтажный перл дейді. Спрей достар. Міне Бравл толк шығып жатыр дейді. 31 сезонда награда алмай қалыпты. Соны алып жіберейік ондай болса. Соңғы рет сол 31 сезонда кірген секілді. Мінекей. Тек бір Стардроп екен. Бұл сантыдан нетсет. Бұл жерде бізге Барлиға Алый волшебный Барли скины түсті. Бұл Стардроптың ішінде не бар? Ештеңе жоқ. Мінекей. Біз оның аккаунтына кірдік достар. Мінекей көріп отқанымыздай. Мына жерден басып тастайық. Әйтпесе саусақтан шығып жатыр. Мына жерде тағы да бар екен. Спрейлар беріп жатыр. Енді осындай алынбай қалыпты алып тастайық. Көмектесіп. Бұл жерде трофейная лига закончилась дейді. Қанша жиналған көріп жатыр. Осынша жиналыпты енді. 140 жиналыппыз. Алдымыздан Сұлтан Карл скині шығып тұр. Енді тағы не бар екен қарап жүрейік. Бұларды алып тастайық та конца. Мінекей көріп отқанымыздай біз Бекоштың аккаунтына кірдік. Біз бірінші мына жақтағы Стардроптарды ашып тастайық. Легендарный Стардроп. Онынандай Стардроптарды. Бізге ештеңе түскен жоқ. Сверхредкий бұда да ештеңе түскен жоқ. Қызықты. Қазірше скидаттар түсіп жатқан жоқ. Бұлардан эпический. Эпический тағы да түсті. Бұл түскен жоқ. Редкий. Тағы да редкий түсті. Бұл жерде сверхредкий. Бұл жерде де ештеңе сондай қызықты нәрсе жоқ. Тағы эпический. Бұл жерде бізге скин калетки. Кукалет деген скин түсті. Қазір легендарный аша салайық. Бұл жерден кішінде не түсетін қызық. Бізге енді ештеңе түскен жоқ. Енді мұна үлкен ящикті ашып көрейік. Бұның ішінде 12 предмет түсу керек еді. Қателеспесем. Ашайық. Бізде бірінші. 12 предмет. Блингилар беріп жатыр. Бізге бұндарын алып тастайық. 6 предметтен жанып тұр. Бізге Нитаға скин. Мармеладная Нита скин түсті. Бұл жерде иконкалар беріп жатыр. Спрей иконкалар. Мінекей болды. Ондай болса біз байцерге кіре берейік. Ішінде қандай байцер түсетін. Бұл жерде бізде көріп отқанымыздай 92 байцердің 57-сі бар екен. Алдымызда 47-ші рангты Шелли, 36-ші ранг Бұл. Бұл бар екен. Рангтарын көріп отқанымыздай жақсы да ұмытқан екен. Мінекей. Біз бірінші редкий байцерін қарап жүрейік. Бізде Кардениус, Леон Спайк бар екен. Және де міне осындай мифический, эпический байцер бар екен, көріп отқаныңыздай. Сіздер енді өзіңіз қарап шығыңыздар көзбен. Мен осы өтке жібере қояйын. Біз енді важный зат, енді скиндарымызды қарап жіберейік. Бізге Шеллиға звездочка Шелли скины бар екен достар. Мінекей осындай керемет скин. Жағы да басқа мандитка Шелли, ПСЖ Шелли, серебряная Шелли и сквад-паста Шелли скиндары бар екен. Өте жақсы. Шеллиге скин көп екен.
И келесі бізге Нитаға, бізге морская Нита скин екен. И одан басқа тағы Панда мен Куала и мармеладная Нита скиндері бар екен. Ну енді мармеладный скинді өзіміз жаңа түсіріп алдық. Келесі бізде культқа, и бізде культқа темный ангел культ скині бар екен осы. Одан басқа рок звезда, бандит және красавчик культ скиндері бар екен. Енді мына скин маған қаттырақ ұнайды. Келесі бізде булға тек северная бул, северянин бул скині бар екен. И бізде брокқа хакер брок, мінекей правопасный скині бар екен. И одан басқа синий брок, танцер брок, ретро брок, и желтый рейнджер брок, и помощник шерифа брок деген скиндар бар екен. И келесі бізде Эль Примоға осында Эль Дракон скині бар екен розовый. И бізде волшебник Парли, золотой и алый волшебник Парли скиндар бар екен, бар деген. Ал Поккада скин жоқ екен. И келесі бізде Розада бізде скин жоқ екен. Бұда да и Джессида летная Джесси скини бар екен. И кукла Джесси бар екен. Я жақсы скиндер. И бізде Динамайкқа тренер Майк скини бар екен, жақсы. И Тикта скин жоқ. Келесі бізде 8 бит, классический 8 бит скини бар екен. Рикоға келсек бізде Монарх Рико скини бар екен. Иә, тек осы ғана екен. Келесі Дэрилда мега ящиктер мен талисман Дэрил скиндері бар екен, көріп отқаныңыздай. Пенниға келсек бізде Хацейка енотов Пенни скини бар екен. Міне тамаша скин, көріп отқаныңыздай. И Зайка Пенни бар екен. Жақсы скиндар, иә. Келесі бізде Карлға бізде Султан Карл деген мынандай керемет скин бар. И одан басқа Всеадник Кабане скин мен Гоблин Карл скиндары бар, өте жақсы скиндар. Маған ұнайды. И келесі бізде рабочая Джеки деген скин ғана бар екен Джекиға. Ал бізде газ скин ғана бар екен. Жақсы. И бізде Демон Босс скин өте керемет скин, көріп отқаныңыздай. И бізде Воин Бой X скин бар екен. Эмске скин жоқ. Скуға суперзвезда скины бар екен тек. Пайперге романтическая Пайпер скини мен розовый Пайпер скиндері бар. Жақсы екен. Ал Фрэнкқа бізде пляжный Фрэнк скини бар, жаңа түсіріп алған. Биға зомби Биби скини бар екен, өте керемет скин. И Бамблгам скини бар екен. Келесі бізде Бияға и Злодейка Бия деген мынандай керемет скин бар екен. И Божай коробка Бия, мына скин әдемірек екен. Наниға келетін болсақ, бізде Наниға скин жоқ өкінішке орай. Ал Эдгарда бізге доктор Эдгар деген мынандай керемет скин бар екен досы. И угарная Эдгар мен Эдгар в маске деген мынандай 3 скин бар екен, өте керемет. И Грифта бізде скин жоқ. Гром қосына Зайка Гром деген скин бар екен, өте жақсы. Ал Бонида бізде скин жоқ, жоқ бар екен бізде. Единорожка Бонни деген скин бар екен, жақсы бұл да. Келесі Гейлда скин жоқ екен, иә. Талетта бізде Кукалет деген жаңа түсіріп алған скиніміз бар екен, жақсы. Эште Крампус Эш деген скин бар екен, жақсы скин секілді көрініп тұрғаныңыздай. Лолаға Лола деген скин бар екен, осындай қасқырмен. Семға келетін болсақ, Семде бізде скин жоқ екен. Алла Кула Хенк деген скин бар екен Хенкке. Перлға ше, Перлді манағы түсірген винтажный Перл скини бар екен, жақсы. Бұл екеуінде скин жоқ. Анжелоға келсек, бұда скин жоқ, бар екен. Кешірім сұрайын. Альфа Анжело деген скин бар екен. Берида скин жоқ екен. Мортиста бізде скин жоқ екен, Мортиста. Ал Тарада бізде Тарада да скин жоқ. Максқа келетін болса, бізде Леопард Макс деген скин бар екен. И GT Max скиндері бар екен, жақсы. И Мистер Пиға келетін болсақ, бізде Дарума Мистер Пи деген скин бар екен. И Мистер Муха скиндері бар екен. Міне көрсеңіздер, қай скин әдемірек. Жоқтан маған Мистер Муха скині қаттырақ ұнап тұр енді. Осы скинді өйтіп қойса, бізде келесі Мутант Спраут деген мықты скин бар екен, қарап отқаныңыздай. Келесі бізде Байронда бізде скин жоқ екен. Базға келсек, бізде Кайдзу баз бен Годзилла баз скин бар екен достар. Мықты скин енді Годзилла баз деген осындай. Жақсы скин. Дакқа келсек, бізде Дракон Дак деген осындай скин бар екен. И бізде Чакқа жаңа скин түсіріп алып едік. Ацки Чак скини бар екен. Мико да ше, бізде Мессия Мико деген скин бар, жақсы.
Ал бізде мында көріп отырғаныңыздай Sif Melody деген скин жаңа түсіріп алды. Лилиға келетін болсақ, бізде бұда скин жоқ екен, ал Нэнсиде скин жоқ. Спайкта бізде Sakura Spike деген скин бар екен. Леонға бізге Леон Салли скинмен, Бродячий Леон скині бар екен. Жақсы скинді. Салли жақсы шығар, енді қоя берейік. Ал бізде Корделиусқа келсек, бізде Поганка Корделиус деген скин бар екен осындай. И біз бәрін қарап шықтық. Видео қызық болды деген ойдамын. Сол үшін арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Versus. Сау болыңыздар.